Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Бүгін сіздермен бірге фунчуза корейский жасайтын боламыз. Ең алдымен дәл осындай фунчузаны сатып алдым. Оны алып, пакеттен шығарып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді үстіне қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Енді вилкамен дәл осылай суға барлық жерін батырып, бетін жауып, 20 минутқа алып қоямыз. Ал енді ішіне салатындарын турайтын боламыз. Ең алдымен пышағымызды жақсылап өткірлеп аламыз. Өйткені етімізді майдалап турау керек. Ал міне пышағымыз дайын болды. Енді жұмсақ етімізді әдемілеп соломка етіп турап аламыз. Дәл осындай жұқалықта етіп турап аламыз. Ал міне етімізді турап алдық дәл осындай. Енді отымызға қазанымызды қойып, майымызды құйып аламыз. Бүршіміз. Енді етімізді салып, қуырамыз. Ал енді үстіне бір қасық тұзымызды саламыз. Тағы да араластырып, үстіне бір қасық паприкамызды салып, тағы да араластырамыз. Оның үстіне бір қасықтай соевый соусымызды салып, тағы да араластырамыз. Кішкене қуырылғаннан соң бір бокал суымызды құйып, етімізді піскенше баяу отта қайнатамыз. Ал енді бір сәбізімізді осындай қырғыштан шығарып аламыз. Міне сәбізді қырғыштан шығарып болдым. Енді үстіне бір қасық тұзымызды салып, жақсылап тұрып, тұзын араластырып аламыз. Ал міне енді жаңағы фунчузамыз дайын болды. Оның енді суын төгіп алып тастаймыз. Ал енді міне екі қиярымызды турап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Екі қызанағымызды да дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Ал енді фунчузаның үстіне қуырылған етімізді саламыз. Қызанақ қиярымызды да оның үстіне саламыз.
қырғыштан өткізген сәбізімізді де салып аламыз. Укропымызды да салып алдық. Ал енді дәл осындай фунчузаға арналған переправамызды да салып аламыз. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Ал міне осымен салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға алғысым шексіз. Менің каналым сіздерге ұнап жатса, кемшіліктері болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Қай қаладан, қай елден мені көріп жатырсыздар, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді салат.